ана хайуандар біреудің дастарханын ластағаны үшін өздері жауап береді. Ол жерде отырғандар лағнеттелген адамға айналады. Шапсаң шауып ал, осы расы. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Шариғаттағы арақтың үкімі туралы ұстаз Жарқын Мырзатайдың уағызын аяғына дейін тыңдаңыздар. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Енді қараңыз, сіз тойды адал қылып істейсіз. Енді ана бір хайуандар бар, шайнекпен кіргізетін. Анау Аладдин шайнектер бар, ұшатын шайнектер ше. Бүйтеді, вроде шайнекпен шай ішеді, бір кезде қарасаң бүйтіп жүреді. Қандай шай ішетін да? Ол хайуандар кіргізіп жатыр ғой, тойдың егесі ол үшін жауап бермейді. Бастысы сен кіргізбе. Сіз де шайнекпен ішіп жүрсен немде бөлі, кім жайлайды жатсыз? Жоқ, біз барамыз ғой. Біз барамыз. Ол барған адамдар, тойдың егелері ана шайнекпен кіргізіп ішіп жатқандар үшін жауап бермейді. Ана хайуандар біреудің дастарханын ластағаны үшін өздері жауап береді. Енді үйдің егесі өзі келіп, официантқа келіп, 14-ші столға шай апар, 12-ші столға ақ шай апар деп жатса бар ғой үйдің егесі. Онда сол өзі жауап береді. Өйткені болды ғой, өзі ғой кіргізіп жатқан. Бір қызығын айтайын, дастархан тұр, ода арақ тұр. Не істейміз? Біз ол дастарханда отырмаймыз. Өйткені ол дастархандағы тағам арамға айналған жоқ. Ол отырыс арамға айналды. Ол жерде отырғандар лағнеттелген адамға айналады. Ауыр болса да айтайын. Шапса шауып алсын ше. Ауыр болса да айтайын. Ішімдікті таситын адам, сататын адам, әкеп беретін адам, ақшасын төлейтін адам, құйып беретін адам, ішетін адам, сол жерде отырып просто ішкізіп қарап отырған адам, бәрі Алланың лағнетіне ұшыраған адамдар. Шапсаң шауып ал, осы расы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Бәрі лағнеттелген 10 адам бар. Тасушы, әкелуші, өңдеуші, шығарушы, сатушы, сатып алушы, ақшасын төлеуші, просто ортадағы дәнекер, әкеп беруші, құюшы, бірге ішуші, ішкізуші, мен ішпеймін, өзің іше бер деп просто қасында отырған адам. Бәрі лағнеттелген адамдардың қатарында болады. Сол үшін не істейміз біз? Біз ол ортаға кіре алмаймыз. Жоқ болып кетеміз ғой.